Бүгін Азат алаңда мәжіліс депутаты Мәди Ахмет. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Енді сіз ресми түрде мәжіліс депутаты атандыңыз. Қолыңызға депутат куәлігін, белгісін алдыңыз. Енді білек сыбана жұмысқа кірісесіз деп ойлаймын. Дегенмен әлеуметтік желілерде Мәди Ахмет әлі жас, өмірлікте, саяси, мемлекеттік қызметте ешқандай тәжірибесі жоқ деп сын айтып жатыр. Сіз өзіңізді осы мандатты алып жүруге, оның зіл батпан жауапкершілігін сезініп отырсыз ба? Әрине, міндетті түрде, енді үлкен жауапкершілік, расымен оны сезініп тұрмын, біліп отырмын. Енді аяғым салбырап аспаннан түсіп, бұл депутаттық мандатты алып отырған жоқпын ғой. Қарап отырсаңыз, праймериз өтті. Праймериз арқылы осы бүткіл кезең-кезеңмен деңгейлерден өтіп, кейіннен барып үгіт насихат жұмысына қатысып, арнайы үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп, кейіннен барып партияның тізіміне енген болатынмын. Оған дейін де 6-7 жылдың қатарында студент кезінен бастап волонтерлық қызметпен, активистік қызметпен, қоғамдық белсенділікпен айналысып жүрген жайым бар. Сол себептен де ойлаймын, азды көпті болсын өзімнің жинаған тәжірибем бар. Сондықтан одан бөлек жастардың қазіргі таңдағы негізгі өзекті мәселелеріне хабардармын. Жаңағы тұрғын үй мәселесі болсын, жұмысқа тұру мәселесі болсын, сапалы білім мәселесі болсын, бос уақытын тиімді өткізу мәселесі болсын, ауылдағы жастардың мәселесі болсын. Өйткені күнделікті өзімнің жұмысымда олармен тікелей байланыста болып, ол мәселені тек қана құлақпен естіп қана қоймай, көзбен көріп отырмын. Сондықтан да ойлаймын, бізде еліміздегі ең жоғарғы заң шығаратын органда жастардың үні болу керек, жастардың мәселесі көтерілу керек, жастарға қолайлы, жастардың өмірін жақсартатын, оның ішінде жалпы қазақстандықтардың өмірін жақсартатын заңдар қабылдануы керек деп ойлаймын. Сол себептен де біз айтамыз ғой, жастарға жол беру керек, жастар келсін, жастар қайда деп. Енді қазір біздің фракцияның өзі, Нұр Отан партиясының фракциясы 70%-ға жуығы өзгеріп отыр. Жастарымыз жеткілікті, ішінде бар. Енді ең жасы деп мен айтып атады, бірақ 6-шы шақырылымда ең жас депутат Геннадий Шиповских 26 жаста. Енді арамыз бір жас болғанымен де мен толық қазір 25-ке толып отырмын. Конституция бойынша ешқандай заңды бұзып отқан жоқпыз. Барлығы заң аясында. Сол себептен де ойлаймын, белімді бекем буып, бар күш-жігерімді, өзімнің кішігірім болса да тәжірибемді, білімімді осы арнаға салып жұмсайтын боламын. Ол жерде де көпті көрген білімді ағаларымыз, депутаттар бар. Білмеген жерді сұрап, сол кісілердің тәжірибесіне сүйене отырып, ақылдасып, шешіп жасаймыз деп ойлаймын. Түсінікті. Енді қараңыз, мәжіліске барасыз бұйырса. Қазақстанның 18 миллион халқы сіз дауыс берген, сіз қабылдануына үлес қосқан заңдармен өмір сүретіні айдан анық. Енді айтыңызшы, мәжіліс төрінде нақты қандай мәселелерді бірінші кезекте көтересіз? Мен сізге нақты қысқа нұсқа жауап беретін болсам, 5 мәселені көтеруді жоспарлап отырмын. Ол мамандарды даярлауға басты назарға қою. Қазір қос дипломмен жұмыс таба алмай жүрген жастарымыз жетіп артылады. Екіншіден, жаңа жұмыс орындарды ашу, сол мамандарға, даярланған мамандарға соған қолайлы жағдай жасау. Үшіншіден, бұл жас отбасыларды қолдау көрсету, сонымен қатар тұрғын үй мәселесін шешіп беру. Жас мамандарды, жаңа біз айтамыз, дипломмен ауылға, тағы да басқа жобалар бар, соларды жастарға қолайлы етіп, бюрократиялық тетіктерін алып тастап, расымен де іс жүзінде жүзеге асатындай етіп, соған жағдай жасау, заңнамалық тұрғыдан. Кейіннен барып, азаматтық белсенділік дейміз, волонтерлық дейміз, қазір қоғамда туындап жатқан үлкен трендтер бар. Соларды толықтай жүзеге асуына заңнамалық тұрғыдан қолдау көрсетіп, соны жүзеге асыру. Әрине, оның ішінде көп, жас ғалымдарды қолдау болсын, мүмкіндігі шектеулі жастарымыз бар, оларға жағдай жасау болсын, тең мүмкіндіктер қоғамын қалыптастыру, баспана алу, өз кәсібін ашу, мысалға. Бұның барлығы, алып қарайтын болсақ, Нұр Отан партиясы қазір 216 жол картасын дайындап отыр, жастар отанға бағдарламасын қабылдап отыр. Алдағы 5 жылда айтылған дүниелердің барлығы нақты индикаторлық көрсеткіштермен қай ауданда, қай өлкеде, қай аймақта не салынады, қашан салынады, кім жауапты, қанша қаржы бөлінді деген сұрақтарға жауап беретіндей болып, нақты
жаңағы жол картасы қабылданып отыр. Соның аясында жұмыс жасаймыз. Мен парламентте де, мына мәжілісте де жүзеге асыратын жобалардың барлығы тығыз осымен байланысты. Сіз 2019 жылы Алматыда Назарбаев көшесіне елбасының ескерткішін қою керек деп елді елең еткіздіңіз. Адамдардың бір тобы сізді жағымпаз десе, екінші бір тобы Мәди Ахмет жеке басқа табынуды насихаттап жүр деп кінә артты. Тағы бір айтатын сын, Мәди Ахмет неге жастардың атынан сөйледі? Бұл ескерткіш қою идеясын сіз әлі қолдайсыз ба, құптайсыз ба? Бұл ұсыныс алматылық жас отандықтардың атынан берілген болатын. Өздеріңіз жақсы білесіздер, партиямыздың жастар қанаты бар, жастары бар, 100 мыңнан асады саны. Сондықтан да өзінің өмірінің тең жартысын мемлекеттің қалыптасуына арнаған, жалпы Қазақстан үшін астанамызды салып, Түркістан қаласын жаңғыртып, шекарамызды шегендеп, тіл мәртебесін көтерген, Семей полигонын жапқан, яғни оны сіз тарих беттерінен сызып тастай алмайсыз. Сондықтан да бұл жерде сол кісінің жасаған еңбегін, сол фактіні мойындап, содан қарап үлгі алу деуге де болады. Сондықтан да бұл ұсыныс жалпы тек қана мен емес, мен ойым болғанменен сол өзіміздің жас отандықтармен бірлесе отырып, келісе отырып жасаған. Енді қазір әртүрлі ақпарат құралдары болсын, немесе бір әлеуметтік желідегі белсенділер болсын, түрлі форматтарда, түрлі өздеріне керек форматта бұрмалап алып жатыр. Сөзімді де, басқаны да. Мен ойлаймын, бұл жерде бір бүйректен сирақ шығаратын дүние емес. Бұл әлемдік тренд, тек қана бізде емес, Американы алып қарасаңыз да, Түркияны алып қарасаңыз да, Сингапурды алып қарасаңыз да, сол мемлекеттің қалыптасуына үлесін қосқан, елді басқарған азаматтарға сондай құрмет көрсетіп жатса, бұның артықшылығы жоқ деп ойлаймын, өз басым. Енді сұрақ төтесінен қояйыншы, бұл сын сізге жиі айтылады. Мәди Ахмет жағымпаз ба? Енді бұл түсінікті әркім өз бетінше қабылдайды. Қаншама адам болса, соншама пікір. Ешкімнің аузына қақпақ бола алмаймыз. Кім тырнақтың астынан кіргізгісі келсе, енді ол адам онымен айналысады. Біз енді мәжіліске жұмысқа кірісеміз, сөзбен емес, нақты іспен өз жұмысымызды көрсетеміз, жұмысты жалғастырамыз. Көрмес түйінді көрмесең, қазақтың бір жақсы сөзі бар. Сондықтан да бірін қазақ, бірін дос, көрмесең істің бәрі бос деп Абай айтпақшы. Керісінше, мына қиын қыстау кезеңде бір-бірімізді қолдап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, елдікті, мемлекеттікті ойлауымыз қажет деп ойлаймын. Енді сіз 25 жасыңызда депутат болдыңыз. Осыдан кейін ел арасында Мәди Ахмет бір байдың, дөкейдің ұлы екен деген сияқты әңгімелер шықты. Өзіңіздің отбасыңыз, ата-анаңыз туралы айтып берсеңіз, расымен сіз байдың баласысыз ба? Қарапайым отбасынан әкем де, анам да зейнеткер, Алматы қаласында тұрып жатырмыз. Өзім бала кезімнен осы ауылда, Алматы қаласында туылдым, бірақ ауылда білім алдым, ауылда өстім. Кейіннен барып Алматыға қоныс аудардым. Енді жаңағы іспетті байлық деген дүниені әркім өз бетінше түсінеді. Байлық бұл ақша ғана тірелмейді ғой. Рухани байлық, отбасының амандығы, татулығы, бірлігі. Мен үшін, мен өз отбасымды дәл солай елестетемін. Сондықтан да енді қарапайым отбасынан шықтық. Ата-анаңыз немен айналысады? Екеуі де зейнеткер. Зейнеткер. Ештеңемен айналыспайды, үйде. Қалай қабылдады? Екеуі де қуанышпен қабылдады. Енді отбасында үлкен болғандықтан, күтпеген жаңалық болғандықтан, ол кісілер әрдайым қандай жұмыс болмасын. Енді әр ата-ана өз бала үшін тақымын қысып отырады ғой, қолдап отырады. Маған сол өзімнің отбасымның сенімі, қолдауы, ең бастысы үнемі айтатыны, ешкімді ала жібін аттамау, ешкімді алдамау, арбамау, таза жүріп, өз жұмысыңды жасау, өз ісіне адал болу. Мен сол кісілердің, былайша айтқан кезде, аманатына қиянат жасамау жолында өз жұмысым жасап келе жатыр. Жақсы, рахмет. Уақытыңызды қиып, Азаттық рухы YouTube арнасына сұхбат бергеніңіз үшін жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Бүгін Азат алаңда Қазақстандағы ең жас депутат Мәди Ахметов сұхбат берді. Осымен хабарымыз аяқталды. Сау болыңыздар.